Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Солтүстік Қазақстан облыстық ғылыми әмбебап кітапханасының әлеуметтік желілерін пайдаланушылар. Бүгін сіздердің назарларыңызға қазақ тіліндегі әдебиет бөліміне келіп түскен жаңа кітаптармен таныстырып өтемін. Ең алдымен сіздерді Ахмет Кенесарыұлының Кенесары хан уа Сұлтан Сыдық деп аталатын кітабымен таныстырып өткім келеді. Ахмет Сұлтан Кенесары ханұлының 1886 жылы әкесі Кенесары хан және ағасы Сыдық Сұлтанның күреске толы тарихын баян еткен қолжазба түпнұсқасы факсимилесін Мәскеуден баспагер Бақытжан Бұқарбай алғызып, тарихшы Амантай Исиннің жасаған аудармасы ұсынылып отыр. Басылымда 19 ғасырдағы ескі қазақ жазба тіліндегі қолжазба қазіргі тілімізге транскрипцияға мейлінше жақындатылған аударма әдісі мен қолжазба тілінің барлық ерекшеліктері сақталып, тарих жазбасының бүкіл бейнелік бояуы, лексикасы мен грамматикалық қолданыстары, жазу мәнері өз қалпында берілді. Ескі қазақ жазба тілінде кең қолданыста болған араб парсы, көнерген түркі сөздеріне түсініктемелер жазылып, есімдер мен атауларға көрсеткіштер енгізілген. Кітап тарихшыларға, түркологтар мен лингвистерге Кенесары хан мен Сыдық Сұлтанның күрескерлік өмірлеріне қызығушылық білдіретін зиялы қауымның барлығына бірдей арналған. Өте қызықты кітап, яғни тарих тақырыбына қызығатын оқырмандарымыз алып оқуларыңызға болады. Келесі сіздерді Ахмет Байтұрсынұлының таңдамалы шығармаларымен таныстырып өтейін. Ахмет Байтұрсынұлының таңдамалы шығармалар жинағына оқу құрал, тіл құрал, әдебиет танытқыш сияқты тілтану, әдебиет тану саласындағы оқулықтары және де олардан үзінділер, таңдаулы мақалалар, сонымен қоса баяндамалар да енгізілген. Таңдамалы шығармалары алғаш рет ағылшын, орыс және түрік тілдеріне аударылып, оқырмандарға ұсынылып отыр. Жинақ білім алушыларға, оқытушыларға, зерттеушілерге, қазақ руханиятын қызықтыратын барша оқырман қауымға арналған. Келесі сіздерді отбасы хрестоматиясымен жарыққа шыққан Шәкәрім Құдайбердіұлының «Сыр сөз» деп аталатын еңбегімен таныстырып өтейін. Бұл кітапта қазақ ойшылы Шәкәрім Құдайбердіұлының экзистенция бағытында жазылған сыр сөздері менен оның қара сөздері басылған. Кітап экзистенция бағытындағы әдебиеттерге қызығатын барша оқырман қауымға арналады. Ең алдымен бұл кітап Санжар Керімбайдың алғы сөзімен басталады. Көріп отырғандарыңыздай әрмен қарай жыр жинақтары басылған, Шәкәрім Құдайбердіұлының өлеңдері басылған. Хайуан мен ақымақтар, жаңадан басылып шыққан «Сыр сөз» деп аталатын кітабы. Келесі сіздерді Сұлтанмахмұт Торайғыровтың «Жақсылық көрсем өзімнен» деп аталатын өлеңдер жинағы. Сұлтанмахмұт Торайғыров 20 ғасырдың басындағы қоғамдық, саяси және тарихи әлеуметтік оқиғаларға, қазақ жеріндегі өзгерістерге өзінің азаматтық үнін қосқан қазақ ақындарының бірі. Бұл жинаққа оның жас ұрпақты тәрбиелеуге бағытталған, өз еліне пайдалы азамат болуға үндейтін үлгі өнегесі мол өлеңдері топтастырылып отыр. Оның өлеңдерінде заманның көкейкесті мәселелері көтеріліп, көркемдік, идеялық саралау жасалынған. Яғни бұл Сұлтанмахмұт Торайғыровтың көптеген өлеңдері топтастырылған. Асыл сөз, қазақ тілі, жүрек, өмірімнің уәдесі, көшу, достама, ораза, кешегі күндей түсті бұлт басқан, оқу, орамалға, қандай басшысы, келді хатың, мен шаршадым, осындай сынды көптеген өлеңдері басылған. Мен қазақ, қазақпын деп мақтанамын. Ұранға алаш деген атталамын. Сүйгенім қазақ өмірі, өзім қазақ, мен неге қазақтықтан сақтанамын деп
осындай мен қазақ деп аталатын өлең жолдары осындай бір керемет жырлармен бастап алады. Көріп тұрғандарыңыздай өте патриоттық мәні зор, әрбір оқырманның, әрбір адам баласының бойынан туған жерге, отанға деген сүйіспеншілікті, махаббатты оятады. Келесі сіздерді Әбілғазы Баһадүрдің түрік шежіресі деп аталатын кітабымен таныстырып өтейін. Хиуа ханы, шығыс әдебиеті мен мәдениетінің асқан білгірі Әбілғазы Баһадүр ханның осы атақты шығармасы түрік жұртына қатысты тарихи асыл қазыналардың бірі. Бұл шежіре баянның құндылығы шығыс елдерінде қатысты мол мәліметтер мен сондай-ақ қазақ халқын құраған рулар мен тайпалардың көне тарихы жайындағы деректердің құндылығымен ерекшеленеді. Кітап тарихшыларға, ғалымдарға, әдебиетшілерге көп көмегін тигізетініне сенімдіміз. Бұл кітап жалпы 9 тараудан тұрады. Әбілғазының шежіре и түрік атты шығармасы және де оның қазақша аудармасы жайында түрік шежіресі кітабы туралы алғы сөзбен басталады. Ары қарай 9 тараудан тұрады. Келесі сіздерді Марат Мәжитовтің соңғы нүкте деп аталатын романымен таныстырып өтейін. Бұл романда батыс өңіріне кеңінен танымал атышулы банда атанған Құныскерей Қожахмет баласының Түркімен еліндегі өмір жолы, тарихи деректерге сүйене отырып, дәлме-дәл суреттелген. Қым-қиғаш тартысқа құрылған шығарма сюжеті күрделі оқиғаларды тізбектеп, өлім мен өмір арасындағы қанды айқастарға әкеп соқтыратын небір арпалыстарды сөз етеді. Романдағы Айбала Зәкир қызының қиын да күрделі тағдыры шынайы шындықтан алынған өмірде болған оқиға екенін оқырмандарымыз бірден аңғарады деген ойдамыз. Өте қызықты роман. Келесі Зияш Череуованың Бетперде деп аталатын шытырман оқиғалы көркем әдебиет. Автордың бұл жинағына Бетперде, ең әдемі қылмыскер және де Бермуд үшбұрышы деп аталатын шытырман оқиғалы осы 3 хикаят топтастырылған. Шығармалардың сюжеттері шымыр, оқиға желістері сенімді, тіл оралымы оңтайлы. Заманауи оқиғалар желісіне құрылған шығармалардың қай-қайсысы болмасын, өз оқырманын бей-жай қалдырмайды. Келесі Әділбек Ыбырайымұлының Кезбе бұлттар деп аталатын романы. Оқырман көпшіліктің көңілінен шыққан көптеген роман хикаяттардың авторы, белгілі жазушы Әділбек Ыбырайымұлы бұл өзінің осы жаңа романында ғасырлар тоғысына тура келген қоғамның алмағайып, аужайып бір отбасынан өрген 4 қыздың қатал талқыға түскен тағдыры арқылы аңғартады. Ұлы әуез суреттеген қорғансыздың күні араға ғасыр өткенде қаз қалпында қайталанғандай әсерде қаласыз. Классикалық прозаның бірізділік сүрлеуінен бөлек әдебиеттің заманауи модернистік мәнерімен ерекшеленетін шығарма шынайылығымен әрі көркемдігімен оқырман көңілін баурап алады. Келесі сіздерді Сьюзан Кейннің интроверт мінез ерекшеліктерін артықшылық ретінде пайдалану жолдары деп аталатын кітаппен таныстырып өткім келеді. Кітап авторы бұл еңбегінде томаға тұйық адамдардың да өз мінез ерекшеліктерін пайдаланып мақсатқа жетуіне, басқа адамдарға ықпал етуіне болатыны, тіпті адамдармен қарым-қатынаста артықшылықтарын мойындата алатын жайында баяндайды. Өзінің әлемін өзгертпей, таза қалпында қалдыра отырып, табысқа жету, тыныш жүріп те аласапыран әлемге әсер ету, тұйық бір тоға адамның да қолынан келетін іс екенін көз жеткізеді. Кітап өз жанының тереңіне үңілгісі келген, оңашалықты сүйетін, өз ойларын жанына серік етіп жүретін тұйық адамдарға, жалпы өзін танығысы келетін оқырмандарға арналады. Өте қызықты кітап. Жалпы бұл кітап 4 бөлімнен тұрады. Бірінші бөлім экстравенттік идеал, екінші бөлімінде өз табиғатымыз, өз меніміз бе, үшінші бөлім экстравенттік идеал барлық мәдениеттерде бар ма,
және де 4-ші соңғы бөлім қалай сүю керек, қалай жұмыс істеу керек деп аталады. Өте қызықты, өте көптеген қызықты мәліметтер бар, алып оқысаңыздар болады. Соңғы сіздерді таныстыратын кітабым ұлттық біліктілік тестілеуге қатысатын ұстаздар үшін өте маңызды пайдалы кітаптардың бірі педагогика оқыту әдістемесі пәні бойынша мұғалімдерге арналған оқу әдістемелік құрал. Теориялық түсініктемелер, сонымен қоса тест тапсырмалары да бар. Бұл оқу әдістемелік құралда педагогика оқыту әдістемесі пәнінен ұлттық біліктілік тестілеу орталығы бекіткен тақырыптар бойынша теориялық түсініктемелер және де тест тапсырмалары топтастырылған. Оқу әдістемелік құрал барлық мектеп мұғалімдері мен педагогикалық колледж оқытушылар қауымына арналған. Яғни әрбір оқытушы, әрбір мұғалім үшін өте пайдалы кітап. Осы біздің бөлімнен келіп алып оқи аласыздар. Құрметті оқырмандар, сіздерді бүгін қазақ тіліндегі әдебиет бөліміне келіп түскен кітаптармен таныстырып өттім. Назар қойып тыңдағандарыңызға үлкен рахмет. Келесі эфирде кездескенше сау болыңыздар.